Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Келесі өтетіміз мәт. Мен сізге алдында ең басында айтқан едім. Сіздерге алиф, вау, я бұлар созу әріптері. Бұл әріптер арқылы сөзде қай жерге екпін қойылатын білесіз. Мысалға, созу үшін беріледі. Алифті созу үшін. Міне, алиф бұл фатханы созу үшін беріледі. Алдында фатха харекеті болатын болса, бұл фатханы созасыз. Екі харекет мөлшерінде. Қала. Қала емес, қала. Мына жерде табарака емес, немесе табарака демейсіз, табарака деп созбайсыз. Екпінді мына бә әрпінен кейін қоясыз. Себебі алиф мына жерде тұр. Табарака. Табарака. Мына бізде вау бар созылатын, кейін я. Роббана. Роббана. Масаджиду. Масаджиду. Егер масаджиду деп оқитын болсам, немесе масаджиду деп оқитын болсам, олай қате болады. Мына қай жерде созу керек? Мына фатхан созу, себебі алиф мына жерде тұр. Масаджиду. Нила. Хакимун. Мына жерде дәл солай. Видеоны паузаға басып, алдыңғыдай өзіңіз оқып, кейін тексеріп отырасыз видеоны жалғастырып. Хакимун тармихим وجعلني نوح أعوذ يدخلون تكون لمردودون من إيكيون دا سوزامس لمردودون تستطيعون إيكيون دا سوزامس تستطيعون ماعون إيكيون دا سوزامس Ma'una емес, немесе ma'una емес, ma'una екеуінде сызамыз. Абабила, насина, залимина, сахуна, қойюмун. Келесі хамза. Хамза. Бұл хамза алифтің да үстіне қойылады. Я әрпіне ұқсас алиф мақсура деп аталады. Астында екі нүктесі жоқ. Я әрпіне ұқсас әрп. Бұл негізінде алиф мақсура деп аталады. Сізге әзірше бастапқы деңгейде жай я деп айта берсем болады. Хамза алифтің үстіне қойылады, яның үстіне қойылады, кейін вау әрпінің үстіне қойылады. Бұл қай кезде қайсының үстіне қойылған дұрыс екенін білу үшін сізге араб тілінің грамматикасын өту қажет болады. Қазір жай ғана қандай харекеттер, сол харекетті оқып, қалай жазған солай оқып өтіп кете бересіз. Акала, алыңғыдай бірінші қатарда видеоны паузаға басып өзіңіз оқып шығасыз, кейін жалғастырып өзіңіз тексеріп отырасыз. Акала, уммун, ибратун, мана әріпті. Мынаның не екенін кейін түсіндірем. Әзірше жай ғана ибратун деп оқиырыңыз. Ибратун. قرئ سئل ضؤل يؤلف قرأ سأل يقرأ يأكلون شئت بئس ما بؤس شيء تساءل осылай хамзаны оқып шықтық. Мына жерде мысалға хамза дыбысты бөледі, яғни харекетті кесіп айтады. Мына жерде мысалы қурия демейсіз, қурия болмайды, қуриа. Түсінікті, енді келесі бет. Шамсия, қамария ережесі. Бұған да қатты кеңінен тоқталмай, қысқаша ғана түсіндіріп өтем. Өте оңай ереже. Себебі бұл арнайы медициналық курс кітабында да кездеседі бұл ереже. Тәжвидте де бар. Сол себепті қазір бұны жай ғана қысқаша жеңіл тілмен қиын емес ереже болғандықтан бұны жай ғана түсіндіріп өтем. Міне шамсия араб тіліндегі әріптер шамсия және қамария деп екіге бөлінеді. 14 әріп шамсия әріптері, шамсиядан күн әріптері, шамсиядан шамс деген сөзден шығады, күн деген сөз. Күн әріптері және ай әріптері бар. Қамар деген сөзден шығады. Қамар дегеніміз ай, қамария ай әріптері.
Бұл да 14. Енді мынау шамсия әріптері бұл не нәрсе қатысты ереже? Алиф, лам, әл деген артикльге қатысты. Әл деген артикльде кейде лам әрпі оқылады, кейде оқылмайды. Егер де мынау лам әрпінен кейін қараңыз, мына әл деп тұр, әл. Мына жерде де әл. Осы әлден кейін мынау шамсия әріптерін бірі келетін болса, мынау лам оқылмайды. Оқылмайды, бірақ жазылады. Және мынау қайсы әріптің үстінде шадда тұр, мынау шамсия әрпін сіз екі әріпке оқисыз. Әшәһру болмайды, әш-шәһру. Аны екі әріпке оқисыз. Енді шамсия әріптерін қалай жаттасақ болады? Олардың көбісі мынау тілдің ұшымен айтылатын, тілдің ұшының қатысуымен айтылатын әріптер. Мысалға, дәл, зәл, мынау фә болсын, бұлардың барлығы тілдің ұшының жұмыс істеуімен айтылады. Ал мынау қамария әріптерінде тамақпен, ерінмен деген секілді. Мысалы қараңыз, ха, бә, ғойн. Мынау бә екі ерінмен, ғойн тамақпен, қоф тамақпен деген секілді. Осылай тілдің ұшынсыз тамақпен немесе ермен айтылатын әріптер. Осылай жаттасаңыз болады. Бұл жерде әф-фәжіру демесіз, әл оқылады, ләм әрпі оқылады. Мына әл, ләмнен кейін қамари әріптері келетін болса, ләм әрпі оқылады. Енді мысалдарды оқышайық. Тинун, әттину. Фиябун, әт-фиябу. Динун, әт-дину. Байқау отсаңыз, әл-дину деп атқан жоқпын, бірден әт-дину. Викрун, әл-викру демесіз, бірден әт-викру. Рахимун, ар-рахиму. Зәуджун, әз-зәуджу. Саламун, әс-саламу. Шәһрун, әш-шәһру. Сабирун, әс-сабиру. Диддун, әд-дидду. Тиббун, әт-тиббу. Захирун, әз-захиру. Лейлун, әл-лейлу. Нурун, ән-нуру. Келесі мені қамария. Бұл жерде ләм әрпі оқылады. Біріншісі алиф. Ибилун, әл-ибилу. Бәйтун, әл-бәйту. Мені жерде джибалун. Джибалун, әл-джибалу. Хамдун, әл-хамду. Халиқун, әл-халиқу. Алимун, әл-алиму. غفور الغفور فاجر الفاجر قادر القادر كوثر الكوثر ملك الملك ودود الودود هدب الهدب يمين اليمين. түсінікті. Келесі міне лафзатуллах. Мына жерде лафзатулла деп жаздық. Алла сөзінің оқылу ережесі. Мына Алла деген сөздің алдында фатха харекеті бар әріп болатын болса, немесе даммалы әріп болатын болса, бұл жауын оқылады. Мына фатха, Аллаху, фатха, валлаху, мына жерде фатха, мааллахи, дамма, зикруллахи, дамма, насруллахи, жауын оқыдық. Енді алдында кәсіра болатын болса, жіңішке оқылады. Лиллахи, биллахи, мына кәсіра, бисмиллахи, мына кәсіра. Юти'иллаха, кәсіра, сабилиллахи, жіңішке оқыдық. Тамарбута деген, мына екі нүктесі бар, ха әрпіне ұқсас әріп. Бұл сізге роқобатин деп оқысаңыз болады, немесе роқоба. Тамарбута осындай екі түрлі оқылу, осы бізге екі түрлі оқу, тамарбутаны екі түрлі етіп оқуға болады. Харекетпен оқитын болсаңыз, т деп оқисыз, харекетсіз сүкунмен оқитын болсаңыз, х әрпін оқисыз. Бұл мысалдарды кейінгі дәрісі оқимыз. Осымен 9 минут 45 секунд болған себепті 10 минутқа жеткізбей дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.